Өзбекстан Республикасы президентінің тиесілі фарманына муафық осы жылдың 15 январ 28 февраль күндері аралығында халықты һәм ауыл қожалығын тізімге алу иләжлары өткеріледі. Тізімге алу процесі екі басқыштан ибарат болып, бірінші басқыш осы жылдың 15 январ 31 январ күндері аралығында 17 күн давамында Census.uz сайты арқылы One ID системасы жәрдемінде онлайн тізімнен өту имканияты жаратылады. Екінші басқыш 4-28 февраль күндері аралығында өткерілетұғын болып, махалле жетілігі тарапынан үйме-үй жүріп, планшетлер жәрдемінде тізімге алу процесі шөкімлестіріледі. Шахсқа тиесілі мағлұматлардың сыр сақлануы низамменен кепілленеді һәм басқа мекемелерге ұсынылмайды. Сораунамада улыма сораулар саны 71 сораудан ибарат болып, халыққа байланыслы 54 сорау һәм ауыл қожалығына байланыслы 17 сораудан ибарат. Президент фарманы менен мемлекеттік ұйымлар һәм чөкімлер осы жылдың 15 январ сенесінен баслап 31 январ сенесіне шекем өз системасына жұмыс алып барып атырған қызметкерлердің барлығын Census.uz сайты арқылы онлайн тізімнен өтуін тәмінлеуі тиіс есептелінеді. Тізімге алу бұл әрбір бұқараның дауысы естілетұғын майдан. Бұл халықтың ер ықрарына сүйенген әділ қарарлар дерегі. Бұл жаңа Өзбекстанның беккем таяншы. Қай жерге мектеп құрылу керек, қай жерге емлеухана зарur, инфраструктура қай дәрежеде рауажланады. Бұл сұраулардың жауабы сіз берген мағлұматларға байланыслы. Құрметлі ватандашлар, тізімге алу иләжларына белсене қатынасың. Өйткені мемлекетіміздің келешегі сіздің даусыңызбенен қалыптасады.